Мен Ангел. Бүгінгі бөлімде мен сіздерге қалай блогер болуды, қалай ютубты бастау керек екендігін айтатын боламын. Біріншіден сіз факт айтатын қылып, немесе летсплей түсіретін қылып, не ашуыңыз керек, канал ашуыңыз керек. Одан кейін мобизен или басқа да видеомонтаж жасайтын заттар жасауыңыз керек. Содан кейін барып ойындарыңызды түсіре берсеңіздер болады. Ойынды, яғни видеоны түсірген кезде сіз видеоны до конца түсіре бермеуіңіз керек. Анда-санда көрермендер ұзақ күтіп қалмас үшін анда-санда пауза қойып тұру керек. Бұл мобизеннің қалай жұмыс жасайтынын қазір көрсетемін. Мынаны бассаңыздар. Міне осындай веб-камера шығады. Мен түрімді көрсетіп қойыппын. Ана фото дегенді бастаңдар, жанында тұрған камера ол дәл сөзден видеоны түсіреді. Және де ойынға керекті модтар, любой болсын заттар қосыңыздар. Сол кезде көрермендер сіздерге тез тіркеледі деген ойдамын. Достар, айтпақшы, арнама тіркеліп кетіңдер, өтініш. Менің арнамда тіпті 0 подписчик әлі. Тіркеліп кетсеңіздер, не видео ұнамай жүр ма не? Қалай түсірейін, достар, или комментке жазыңдар. Қалай түсірсем болады видеоны. Кетті темадан ауыспай. Влогер болу үшін жаңа айтқанымдай сондай заттар керек. Бұл екіншісі. Ол үшін качественный керемет бір телефон керек. Мысалға, мыналарға адам қатпайтындай, мысалы, сондай нелер керек. Мен қатат, бірақ мен түсіре берем сіздер үшін. Мен сіздер үшін түсіре беремін. Мен ешкімден қорықпаймын. Бар Wi-Fi. Видео түсірем. Ютубқа салам. Бірақ, достар, менің аккаунтыма ешкім тіркелмейді YouTube каналыма. Давай соңғыдан тіркеліп кетіңдер. Бұл видео қысқаша ғана болады, осындай. Және ойында сіз әр адамның даусын бөлек шығаруыңыз керек. Мысалға, кішкентай адамды алло, анау мынау деп сөйлетпеуіңіз керек. Кішкентай адамды кәдімгі мен кішкентайға сөйлетуіңіз керек. Үлкен адамды кәдімгі үлкен адамның даусымен сөйлетуіңіз керек. Алдағы уақытта мен сіздерге мына 3 сұрақты қойайын. Мен 3 бір летсплей сияқты заттар бастағым келіп тұр. Бірінші, ол 2 час болады, 3 неді. Яғни, біріншісі, эксперименттің кесіріне крокодилге айналған адам. Осыны түсірейін ба? Немесе веб-камерамен қосып, ютубтан обзор түсірейін ба? Алан Бейкер может біреуге. Ал үшіншісі, бұл бізде мен плейграундтан кәдімгі обычный видеолар түсіре берейін ба? Обычный емес, ал үшіншісі, бұл мен обзор түсірем. Осы 3 ненің қайсысына келсеңіздер, комментарийға жазыңыздар. Анаған келсем, мынауға келсем деп. Осы 3 енді достар, видео азақ болғанда кешіріңдер. Енді бұл мені бар білетінім. YouTube дамыту үшін осындай маған осы заттар керек. Ал сіздерге бәлмеймін, достар. Алдағы уақытта бір мен плейграундтар туралы құпия заттарды тауып, немесе механизмдердің қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп, сондай видеолар болады, достар. Күтіңіздер, лайк басып, коммент жазыңдар, подписка етіңдер. Ал қош сау болыңыздар.